Баршаға сәлем, телефон қарап отыра берген ғой. Кеш болғанын білмей қалыппын. Сөйтсем домофон шырылдайды. Кім болды екен деп жүгіріп барсам, енем жұмыстан келіп тұр екен. Қазір 5 минут күте тұрыңыз деп қайта жауып алдым. Кухняға жүгіріп келіп, таңнан қалған посудаларымды осылай чик еткізіп жуып алдым. Қамырыма қарасам, ол да тасиын деп тұр екен, осылай чик еткізіп суалап алдым. Пешімді қосып қойдым, тамағымды бастай берейін деп морозильниктен етімді алайын деп әрең алдым ғой. Сөйтіп микроволновке салып ерте қояйын десем, бұл шырағым ерімей уақытты алып күйдіреді ғой. Аламын, саламын, сонымен енді жарайды, бұл ере қоймайды деймін, қайтып орнына салып қоямын да, тамаққа тапсырыс беріп қояйын, тездетіп әкеп берсе жақсы болар еді деп тапсырыс беріп қоямын да, оған дейін тездетіп бауырсағымды пісіріп тастайын нанның қамырынан деп, бауырсағымды қызартып, күштілетіп осылай қуырып аламын. Далаға көзім түсіп кетеді. Далаға қарасам, қар жауып жатыр ғой. Дала деген күшті болып. Содан бауырсағымды, нанымды пісіріп алдым да, енді деген тапсырысты қалай алсам болады, есіктен ала алмаймын деп ойлап тұрдым да, терезеден алам дедім да, басымды шығарып маған бере салыңыз дедім. Сөйтіп осылай алып алдым. Содан тездетіп енді дастархан тақтап жіберейін дедім да, осылай алдыртқан заттарым барлығын дайындап алдым. Енді есікті аша берсем болады деп есікті аштым.